Өңір жаңалықтарына ойыссақ, Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев өңіріміздегі діни конфессия басшыларымен кездесті. Рухани келісім күніне орай ұйымдастырылған жиында облыс басшысы аймағымыздағы діни тұрақтылық мәселесіне тоқталды. Ел бірлігіне сүбелі үлес қосқан дін өкілдеріне алғыс хат табыстады. Қазақстандағы бүкіл әлемдік рухани келісім конгресінің бірінші сессиясы 1992 жылы 18 қазанда Алматы қаласында өткен болатын. Содан бері елімізде дәл осы күн рухани келісім күн ретінде аталып өтуде. Алқалы жиында облыс әкімі Жансейіт Түймебаев елдегі ұлтаралық діни конфессиялар арасындағы татулықтың маңыздылығына тоқталды. Бізде 130 ұлт пен ұлыс, көптеген діндер, ұлттар татулық пен келісімде өмір сүруде. Бұл жағынан Қазақстан көп елдерге үлгі. Сондықтан да елбасымыздың айтқан көптеген осыған байланысты сөздері бар. Достық жерде, жоқ жерде араздыққа мүмкіндік мол болмақ. Сондықтан ізгілік, рақым, имандылық секілді мәңгілік ұғымдарды санаға сіңіру қажет деген болатын. Жиында дінаралық қарым қатынастарды нығайту мәселесі, ұлтаралық татулық жайы кеңінен қозғалды. Түрлі діни конфессия өкілдері пікір алмасып, бір-бірін рухани келісім күнімен құттықтады. Алдағы уақытта бірлесіп атқарар шаруаларды пысықтады. Қазақстан Республикасы ата заңының бірінші бабына сәйкес еліміз демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орныққан. Зайырлық қандай да бір қоғамда діннің үстемдік құруында емес, және де мансұқталып жансуылда емес. Зайырлық принциптері ең әуелі ашықтыққа, білім, ғылымға жетелейді. Қандай да бір наным сенімге саналы түрде көз жеткізу десек те болады. Анығында ислам діні де қоғамнан бөлінбеуге, өзге де халыққа оның міндетін, мәдениеті мен ұстамдылық пен салмақтылықпен қарауға шақырады. Түркістан облысында исламдық емес бағыттағы 30 жергілікті діни бірлестіктер жұмыс жасауда. Оның ішінде 12 православтық, 14 протестанттық діни бірлестік, ал исламдық бағыттағы мешіттер саны 719. Барлық діни бірлестіктер ұлтаралық татулық пен ел бірлігі жолында тиісті жұмыстарды атқаруда. Мадина Асенбек, Кенжехан Дүйсенбі, Бақыт Байларов, Тұран Ньюс.